Семіз бай, сен қабақсың. Сен көп тамақ жейсің ба? Біреудің бір қазанды жейтін шығарсың. Ашқарақ. Не істеп жатырсыңдар? Ей, балалар, неге тиісіп жатырсыңдар? Тиіспеңдер, арып ойнаңдар, бар. Кет. Токсик балдар ғой, көңіліңді түсірмей, Сен ең танымал қыз емессің бе ауладағы? Аяру! Ой, мені шақырып жатыр. Мен Аярумын. Ертең кездескенше сау бол. Сен математиканы шығарған бедің? Иә, шығардым ғой, ал сен ше? Тоқтай тұр, қазір күте тұр. Мен негізі шығардым, бірақ қатема тексеріп Мынау саған. Рахмет. Ал міне жетіп қалдық паркке. Юху. Қыдыруға шыққанымыз жақсы болды, әйтпесе мектептен ми шаршап кетті ғой. Айтпаш, ойбай. Айтпақшы, мынау менің палаткам, сенікі қайда? Мен мына саған қарама-қарсы розовый палаткада жатамын. Мында қызықты аппарат бар екен. Отырып көрші, қане, өзім төлеймін. Вау, шашты өзгертетін сияқты ғой, көрейік. Жалпы қалай бұлай? Вау, өте әдемі, көкбас болып қалдың. Көкбас дейді ғой. Жарайды онда. Онда мен көкбас болсам, сен де отырасың, сенің де шашыңды өзгертеміз. Пожалуйста, мен отырмай-ақ қояйыншы, пожалуйста. Сылтаулар өтпейді, отырасың. Ал көрейік енді сен қандай бас болатынды. Фиолетовый бас болып қалдың ғой. Әне басына торт жастырып қойған сияқты. Қайырлы түн. Саған да қайырлы түн. Проблема болса оят. Алмас, балам, сен ақышқа келуің керек. Сен ақышта өсіреміз. Анашым жазып жатыр. Қуана барам. Бірақ Аярудың жайы не болмақ? Мен оны жақсы көретінді де айтқан жоқпын ғой. Соңғы рет бір кездесіп кету керекпін. Кім болды екен звондап жатқан? Алмас? Алло, Алмас? Аяру, ертең срочно парктың жанына келші. Сол жердегі мейрамханада отыруымыз керек. Бір нәрсе айтамын, маңызды. Мейрамхана болса, мен бармасам кім барады? Барамын, я. Жақсы, күтемін, кешікпе. Ертең тойып тамақ жеймін, тез ұйықтап қалайын. Досым менің өзі угощать етейін деп тұр ғой. Сәлем, Алмас. Сәлем, Аяру, отыра ғой. Алмас, не айтпақшы едің, айта бер. Сосын тез тамақ жейікші. Аяру, асығыссың ғой тегі. Жейміз әрине тамақты. Жүр, үстел басында жеп отырып айтамын. Өте маңызды нәрсе. Сен даже тапсырыс беріп қойыпсың ғой, Алмас? Аяру, тойып же. Себебі сен соңғы рет угощать етіп тұрмын. В смысле соңғы? Мен аяқ асты ақышқа кететін болдым, анам шақырып жатыр. Бірақ жоғалып кетпе, жазып тұр. Ертең өскен кезде бір-бірімізді іздеп табамыз. Уәде бер. Уәде беремін, мен ораламын әлі де. Екеуміз кішкентай кезден балалық шақтан бірге жандостар болып өстік қой. Алмас, сені қимай тұрмын. Аяру, мен тіпті сенен де қатты қимай тұрмын. Көңіліңді түсірмей. Өскенде міндетті түрде ораламын. Бірақ қазір осы. Білем, бірақ сонда да. Сен өте кереметсің. Сен менің ең жақын досымсың, Аяру. Кешіресіз, сіз Ару Токиннің 5 ұшағынан ұшатын пассажирсіз ба? Ұшақ ұшқалы жатыр, тездетіңіз. Уақыты келді, Аяру. Қош. Сау бол. Сау бол, Алмас. Аяру қазір не істеп отыр екен? Мен ойлап жатырмын екен. Біздің достығымыз жалғаса ма екен? Бірақ мен оны міндетті түрде тауып аламын. Алмас мені ұмытып кетсе ше, болашақта мені қайтадан таба алмай қалса ше, не болады? Біздің достығымыз жоғалғаны ма? Түн жарымда кім болды екен? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Неге үйдің ақысын төлемей жүрсіз? Үйді босатыңыз немесе ақысын төлеңіз. Лучше босата салыңыз. Қандай ақы төлеу? Анашым төлеп жүрген жоқ па? Мен мектеп оқушысымын ғой. Алло, анашым, не болып қалды? Неге ақы төлемегенсіз? Қызым, менде финансовый қиындықтар болып жатыр. Өтініш, басқа бір амал тапшы. Мені үйден қуып жатыр. Баспанасыз қалдым ғой.
Достар, бірінші бөлімнің соңы сендерге ұнады ма? Комментарийға жаза өтіңдер және арнаға тіркелуді, видеоға лүпіл басуды ұмытпаңдар.